Баршаңызға сәлем. Ашқан сүтті төкпеңіздер. Одан осындай жұмсақ үлпілдек булочка дайындауды көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға ашқан сүтімізді кішкене ғана жылытып, үстіне дрожж және де өлшеп алған қантымыздан 1 ас қасық және де өлшеп алған ұнымыздан 2 ас қасықты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырғаннан кейін қақпағын жауып 15 минутқа қалдырамыз. Мінекей 15 минуттан кейін дрожжымыз көтерілді. Енді оның үстіне қалған қантымызды, сұйық майымызды және жылы суды құйып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Ары қарай үстіне ванильді қант және де қалған ұнымыздың барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Тек 1 сағатқа ғана қойыңыздар, себебі сүт ашыған болғандықтан қамырыңыздан ашыған дәм шығып кетуі мүмкін. Енді осы қамырымызды таразының көмегімен 100 граммнан өлшеп, әрқайсысын домалақтап аламыз. Мінекей мен барлығын домалақтап дайындап алдым. Енді булочкаларды дәл видеодағыдай формаға келтіресіздер. Дайындап алған булочкаларымызды пергамент қағазы төселген формамызға орналастырамыз. Бетін таза орамалмен жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін булочкаларымыз осылай көтеріледі. Енді оның үстіне жұмыртқаның сары уызы мен азғантай ғана сүтті қосып, бетіне жағып шығамыз. Булочкаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аласыздар. Мінекей булочкаларымыз дайын. Өте жақсы болып пісті. Асты күймеген, беті қызарып, жұмсақ үлпілдек болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.